Алғыс айту күні ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барша қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде біздің бірлігіміз тәуелсіздігіміздің кепілі деген болатын. Қандай қиын кезеңде де ел тағдыры үшін ұйыса білетін ұлтымыздың ынтымақтығы баға жетпес байлығымыз. Берекелі бірлігіміз бен тыныштығымыздың тұрақтылығы жолында қызмет ету баршамыздың қасиетті борышымыз. Айтулы күн жақсылықты бағалай білуге, әр іске жақсылықпен жауап қайтаруға, өзара сыйластық пен құрметке бастайды. Әрбір күндеріңіз бейбітшілік пен берекеге толы болсын. Әр атқан таңымыз жаңа мүмкіндіктерге, жақсылықтарға толы болсын. Бірлік пен татулықтың, мейірімділік пен сыйластықтың көрінісі бола берсін. Жүректеріміз мейірімділікке толы болсын. Барша жақсылық пен амандықтың бастауы шынайы алғыс екені естен шықпасын. Ендеше көңілді жадыратар жақсылық істеріміз бен айтар алғысымыз көп болсын. 1 Наурыз алғыс айту күні құтты болсын.